Так, жарайсыздар жігіттер. Бізде екі жарыс болды. Бірінен соң бірі. Сол екі жарыста барлықтар өте жақсы өнер көрсеттіңдер. Мынау кешегі соңғы жарыста М-боксинг залында Астана қаласында болған жарыста мынау кішкентай балалар арасында қатысқан жүлделі бірінші орын алған балалар. Алда қарай шығыңдаршы. Вот, молодец, молодец. А қызым қатысты ма? Қанша өткізді? Бір өткізді. Финалда ма? Молодец қызым. Вот. Бірінші жеңілсің, құтты болсын қызым. Кіммен бокстасыз финалда? Мұқтайдырия бұрын. Қалай болды? Жақсы бокстасыз ба? Молодец қызым. Вот. Бірінші жарыс соңыз ма? Жоқ. Екінші жарыс, Бірінші жарысында екінші орын алған өзі. Бірінші жарысында екінші орын алған. Екінші жарысында бірінші орын алған. Бұл ненің? Қалмайды турнир. Қандай мағынаны біледі? Жаттығуда қалдың, майсын, тәртіп тұрсын, оқып тұрсын, ағайларын айтқанын істейсің. Пожалуйста, мені осылай жеңіске жетесіңдер. Спортта бірде жеңіс болады, бірде жеңіс болады. Бірақ жеңілдім деп кетіп қалмау керек, алға қарай тырысу керек. Сонда бір үлкен бір жетістік болады. Дұрыс па? Не балам десе? Екі өткізді. Чемпион болды. Молодец балам. Жаңағы Қызылордада болған жарыста қай балам кандидат мастер спорта ойнады? Артур. Артур балам. Кел. Молодец балам. Қай салмақта ойнады? Қызылордада үлкен республикалық халықаралық турнир ғой аяқта. КМС-ның турнирі, сильный турнир. Ана жылы біз барғанбыз. Сильный турнир. Қанша өткіздің балам? 4 өткізді. Палуан. Қай жылға? 12. 12. Вот, жастар өсіп жатыр. 12, 13. Мән беру керек. 14-тер келе жатыр поколение. Міне жастар өсіп жатыр. Молодец. КМС кандидат мастер спорт орындаған құтты болсын балам. Документін бәрін соңға жібер. Кандидат мастер спорта карточкасын жасап бер Құдай қаласа. Молодец балам. Палуан. Еще өзі әкесімен бар, без тренера бар. 4 өткізіп бәрін қырып жойып, жеңіспен оралып отыр. Молодец балам, красавчик. Мына балалар кеше бәрі бірінші орын алған балалар ма? Бірінші орын алған. Вот. Абылай бала бірінші орын алды ма? Молодец. Вот. Ағайларымыз обязательно спортта істемейсіңдер. Бір 2-3 жас ұтылып жүрген бұл. Подряд ұтылып. Вот кеше бокстасып, соңғы жарысында чемпион болып, кішкене демеуін көтеріп қалды былай. Абыройын кішкене бір кішкене үстем болып жоғарыда болып қалды. Вот иногда после поражения надо чуть-чуть өз-өзіне келіп, надо очу қылса и бір чемпион болып кішкене еңсен көтеріп қалу керек, Молодец бала. Вот. Тренировка қалдырма, түсіндің ба? Вот. Жігіттер өсіп жатыр. Өсіс балам не істеді? Чемпион болды. Молодец балам. Өсіс балам вообще тренировканы қалдырма. Вот. На балам не істеді? Ол да чемпион болды. Молодец балам. Анау. Қосшыдан келеді. Чемпион болды ма? Қосшыдан келеді. Бұл да қанша жарысқа қатысады, тоже жол болмай. Үшінші орын алып қалып сөйтті. Мықтыға түсіп қалады. Жүлделі болып қалады үшін. Молодец балам. Ана жердің бір жерінен келеді. 2 автобусты ауыстырды. Төбеден жұрттар төбеде тұрады да астынан түсе алмайды. Жердің қалан шетіне келді. Молодец балам, міне. Еңбегін ақталып, наконец-то золотой медаль. Вот почувствовал бірінші орын алды. Сезіну керек ол, сезіну керек. Ол еңбектің арқасы. Мына балам не істеді? Ол да бірінші орын алды. Молодец балам. Мына балам не істеді? Ол да чемпион. Молодец балам. Красавчик. Міне. Молодец. Мына балам не істеді? Екеуі де чемпион болды. Молодцы, все, шаг назад. Молодцы балалар. Енді қараңдар. Балам, кел. Қолына ұстап қойшы. Қолын ұстайын. Кел. Қанша чемпион болған? Кел. Қолдан ұстап. 18 болды. Кел. Ағай бәрін ұстап, біздің ұстамай өтіп айтып жүрсің. Молодцы. Вот. Көрдіңдер ма балалар? Ең бастысы балалар. Мықты ер азамат болу, ер жігіт болу. Ең басты мақсат. А чемпион болу, это уже второй план. Түсінікті ма? Ең бастысы осы ағайларың бар, мен бар, осы жасап жатқан жаттығудан күш алу, рух алу. Осы жерден жақсы нәрсені үйрену. Үйренген нәрсені ертеңгі өмірде соны пайдалану. Үлкен жігіт болған кезде. А одан бөлек тағы да чемпион болып жатсаңдар, ол мен үшін бақыт, бапкер ретінде. Түсінікті ма? Молодцы, жарайсыңдар. Өте ризамын. Алда бізде жоспар өте көп. Алда қойылған мақсат өте көп, иншалла. Әуелі Алла, екінші біз. Бәріміз осылай еңбек етсек, күнделікті жаттығуымызды жасап, бір-бірімізді қолдап, бір-бірімізді көтеріп, алға қарай
сүйреп жүрсек, түбі береке болады иншалла. Соны ұмытпаңдар. Ең бастысы үйде ата-аналарың бар. Солардың үмітін ақтау. Ата-ананың үмітін ақтаған, ата-ананы бақытты қылған бала, ол еліміздің мақтанышы болған бала. Ол еліміздің абыройын биікке көтерген бала. Ол еліміздің туын көтерген бала. Қандай да мықты батырлар бар. Батырлықтың түрі өте көп. Біреу жаңа жарыста олимпиада чемпионы болып батыр болады. Біреу мысалға күресіп атып чемпион болып батыр болады. Бірақ батырлық деген сөз ол бала тек қана бір ринг төрінде болмаса бір татамиде бір жеңіске жету, біреуді құлату ол батырлық деп оны ғана айтпаймыз. Батырлық деп еңбек еткен, анасына әкесінің үмітін ақтаған, анасына әкесін қолдаған, қолда ұстаған, алақанда ұстаған, азынан кешкен адал еңбек еткен, адамдарға адал көзбен, жақсы оймен қараған, мінекей сондай адамдарды батыр деп айтады. Ондай батырлар олимпиада чемпионы болған батырлардан да биік болады. Ол адами қасиет деген сөз. Адами қасиет батырлықтарын мықты болсын, биік болсын. Түсінікті ма? Жарайсыздар. Все, давай қазір. Рассос, қаймали, кішкене қазір пресс, анау-мынау, қазір ағайлар келеді. Жақсы ма?